Саламатсыздар ма балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Сабаққа дайынбыз ба? Олай болса сабағымызды басталық. Қазақ тілім, өз тілім, ана тілім. Абай, Мұхтар сөйлеген дана тілім. Қастерлейді ұл қызың мәңгі сені, болашағым, бақыттым, дара тілім деп сабақты бастайық. Балалар, алдымен жаңа тақырып бастамас бұрын өткен сабаққа кері байланыс жүргізейік. Яғни өткен сабақта алған білімдерімізді шыңдап көрелік. Қазір мен сендерге біраз сұрақтар қоямын. Сол сұрақтарды тыңдай отырып, дұрыс жауап беруге тырысыңдар. Дайынбыз ба? Олай болса, басталық. Бірінші сұрақ. Қазақтың қандай ұлттық киімдерін білесіңдер? Екінші сұрақ. Қазақ әліпбиінде қанша дыбыс бар? Үшінші сұрақ. Дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді? Төртінші сұрақ. Дауыссыз дыбыстар нешеге бөлінеді? Бесінші сұрақ. Дауыссыз дыбыстардың дауысты дыбыстардан айырмашылығы неде? Кәне, ойланып көрелік. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша, барлықтарыңда менің қойған сұрақтарыма дұрыс жауап бердіңдер деген ойдамын. Балалар, өткен сабақта біз дауысты дыбыстың түрлерімен танысқан болатын болсақ, бүгін біз дауыссыз дыбыстардың түрлерімен танысамыз. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дауыссыз дыбыс түрлері. Сабақтың мақсаты балалар, мазмұн бойынша сұраққа жауап бере алу, дауыссыз дыбыс түрлерін ажырата білу, каллиграфиялық нормаларды сақтап, әріптерді дұрыс жазу. Балалар, біз өткен сабақтардан білеміз. Дауыссыз дыбыстар қандай топқа бөлінеді? Дұрыс айтасыздар. Қатаң дауыссыз дыбыс, ұяң дауыссыз дыбыс, сонымен қоса үнді дауыссыз дыбыстар. Тамаша. Ал енді балалар, мына бір кестеге жақсылап тұрып назар аударып, естерінде сақтап қалыңдар. Қатаң дауыссыздар тек салдырдан жасалады. Ал ұяң дауыссыздарда үннен гөрі салдыр басым болады. Үнді дауыссыздарда салдырдан гөрі үн басым болады. Бұны балалар естерінде сақтап қалыңдар. Жақсы. Олай болса балалар, дәптерімізді ашып, алдымен көру диктантынан бастайық. Кәне, дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз әдемілеп. Сонан соң көру диктанты деп жазып қоямыз. Кәне, дайынбыз ба? Жақсы. Олай болса, экранда берілген сөздерді қатесіз, дұрыс, көркем жазуға тырысыңдар. Жазық болып па? Жазып болсаңыздар балалар, дауыссыз дыбыстардың астын сызып қоялық. Сонан соң балалар, тапсырма. Дауыссыз дыбыстардың ішінде қайсысы ұяң дауыссыз дыбыстар, қайсысы үнді дауыссыз дыбыстар, қайсысы қатаң дауыссыз дыбыстарға тобына жатады? Кәне, ойланып көріңдер. Өте жақсы. Менің ойымша барлықтарыңда дұрыс жауап бердіңдер деген ойдамын. Балалар, ал енді мына бір мәтінге жақсылап назар аударып қараңыздар. Алдымен мәтінді жақсылап оқиық. Сонан соң арнайы сендерге тапсырма беремін. Сол тапсырма бойынша жұмыс жасаймыз. Мәтіннің тақырыбы әдептілік. Омар мен Арман мектепте бірге оқиды. Бір күні олар жолда кішкентай мысықтың баласын көрді. Марғау анасынан қалып қойыпты. Балалар кішкентай марғауды жолдан алып өтті. Омар мен Арман мысықты жолдағы дүкенге кіргізіп кетті. Дүкенші марғауға сүт берді. Балалар
өз істеріне риза болды. Мәтін түсінікті ме? Марғау деген не нәрсе, балалар? Дұрыс айтасыздар. Марғау деген мысықтың түрін айтады. Яғни мысықтың баласын марғау деп айтады. Өте жақсы. Ал енді, балалар, сендерге мынандай тапсырма. Бірінші тапсырма. Дәптерлеріңе кейіпкерлердің атын жазып шығамыз. Екінші тапсырма. Балалар марғауды қайдан көрді? Осы сұраққа жауап жазамыз. Үшінші тапсырма. Балалар марғауға қалай көмектесті? Міне, осы сұрақтарға жауап жазамыз. Кәне, бастайық. Жарайсыңдар, балалар. Менің ойымша, барлықтарыңда бұл тапсырмадан жақсы орындадыңдар деген үміттемін. Ал енді, балалар, оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулығымыздың 16 және 17 бетін ашалық. Аштық па? Жақсы. Бұл 16-17 беттерде мынадай мәтін берілген екен. Осы мәтінді жақсылап тұрып оқиық. Оқып болған соң, осы мәтінге тақырып ойланайық. Қане, барлығымыз оқуға кіріселік. Оқыдық па? Сонымен қандай тақырып қояйық? Қане, ойланып көрелік. Өте жақсы. Тігінші деген тақырып қоюға болады. Өте жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді, балалар, тапсырма. Тігінші деген сөзді жақсылап дәптерімізге жазып аламыз. Жазып болған соң, тігінші деген сөзге дыбыстық талдау жасаймыз. Қане, тапсырманы орындауға кіріселік. Орындадық па? Өте жақсы. Менің ойымша, барлықтарыңда бұл тапсырманы дұрыс орындадыңдар деген ойдамын. Жақсы, балалар, тамаша. Олай болса, бүгінгі сабаққа рефлексия. Мен не үйрендім? Маған не қиын болды? Бүгінгі сабақта не үйрендік? Өте жақсы. Дауыссыз дыбыстардың түрлерін үйрендік. Қандай дауыссыз дыбыстардың тобы бар екен? Өте жақсы. Қатаң дауыссыз дыбыстар тобы, ұяң дауыссыз дыбыстар тобы, сонымен қоса үнді дауыссыз дыбыстар тобы. Өте жақсы, жарайсыңдар, балалар. Ал сіздерге бүгінгі сабақтан қиын болған сәттер болды ма? Жарайсыңдар. Менің ойымша да бүгінгі сабақта ешқандай қиындық тумаған сияқты. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, сонымен бүгінгі тақырып өте оңай болған сияқты. Естеріңде сақтап қалыңдар. Олай болса, бүгінгі сабақ аяқталды, балалар. Келесі сабақта кездескенше дейін сау, саламатта болыңдар.